Күзгі кеш еді. Аяусыз жауып, жел терезелерді дірілдетіп тұрды. Мен от жағып, жылы киініп, кітап оқи бастадым. Бір кезде есіктің ақырын ашылып, жабылатынын естідім. Үйде жалғыз болғанымды білемін. Жүрегім тез соға бастады. Мен кітапты қолымнан тастап, басымды көтердім. Ештеңе көрінбеді. Бірнеше минуттан кейін тағы да естілді, ақырын ашылып, жабылатын есік. Бұл жолы мен орнымнан тұрып, есікке қарай жүріп келдім. Есік жабық еді. Мен есіктің тұтқасына қолымды тигізгенде, суық металл бойымды дірілдетті. Ол қатты суық еді, тіпті жаңбырдан да суық. Жаңбырдың дауысы әлсіреп, үй іші тынышталып қалды. Тек менің жүрегімнің соғуы ғана естіліп тұрды. Бір кезде шамдардың дірілдей бастағанын байқадым. Олар әлсірей бастады, сөніп қала жаздады. Мен қорқып, фонарды жақтым. Фонардың жарығында еденде, қараңғылықтан бір нәрсе көрінді. Ол ұзын, жіңішке, адам тәріздес көлеңке. Ол еденде баяу қозғалып, менің қарай жылжып келе жатты. Мен артқа шегініп, фонарды қатты ұстадым. Көлеңке жақындады. Кенеттен жел күшейіп, фонар сөніп қалды. Мен толық қараңғылықта қалдым. Жүрегім аузыма тығылып, тынысым тарылып кетті. Қараңғылықта бірдеңенің тынысын сездім, менің мойныма жақындап келе жатқанын сездім. Мен қатты қыңырып жібердім. Және ояндым. Жаңбыр сыртта жауып, жел терезелерді дірілдетіп тұрды. Мен тыныштандым. Бәрі түс екен. Бірақ бөлмедегі ауа әлі де суық еді, және есіктің ақырын ашылып, жабылатынын естідім.